Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен сіздерге Vlive приложениесі туралы айтатын боламын. Осы приложение арқылы ақша табуға болады. Яғни бұл приложениеға сіздер адам шақырсаңыздар, сіздерге балл береді. Сол балды сіздер ақшаға айналдыра аласыздар дегенде шығарып аласыздар, сол балды шығарып аласыздар. Vlive дейтін приложение не екенін айтып өтейін. Көбі білмейтін шығар, кейбіреулеріңіз білесіздер. Vlive дейтін приложение бұның ішінде көп нәрсе бар. Интернет арқылы заказ беруге болады, авиабилет, көп нәрсенің осы приложение ішінде бар. Өздеріңіз кіріп қарасаңыздар болады. Мұнда здоровье туралы да бар, бүкіл нәрсе бар. Интернет арқылы оплата бәрін осы жақта жасауға болады тоже. Мысалы интернеттің ақшасын төлеп тастау деген сияқты нәрселерді. Және де бұл приложениеде егер адам шақырсаңыздар, бір адам шақырсаңыздар, сіздерге балл береді. Балл дейтініміз ол ақша, сол ақша береді. Яғни бір адам шақырсаңыз, соны сіздер өздеріңіз шығарып аласыздар. Так, адамды қалай шақырады, соны көрсетіп өтейін. Мына жерде адамның суреті тұр, сол адамның суретін басамыз. Және де мына жерде сіздерде сумма баллов деп тұр, менде 0 деп тұр, мен шығарып алғам. Осы жерде сіздер қанша адам шақырасыздар, соған байланысты сіздерге балл береді. Пригласить друга дегенді басамыз, және де астында отправить друга деген бар, соны басып, ссылканы достарыңызға жібересіздер, немесе ссылканы копировать етіп достарыңызға жібересіздер. Анда әртүрлі бар, өздеріңіз қарайсыздар. Қазіргі кезде мен 219 адам шақырғанмын, және де 37.500 балл тапқанмын. 37.500 дегеніміз осы теңгемен де осындай болады. 1 балл 1 теңге бар. Осылайша ақша таба аласыздар адам шақыру арқылы. Бір адамға 50 балл береді. Айына дейтін 30.000 балға дейін істеуге болады, жинауға болады. Күніне 2000 балдан көп болмау керек. Айына 30.000 дейтін жаман емес қой бір приложение арқылы, егерде адам шақыра алсаңыздар. Приложение туралы осындай түсіндірдім деген ойдамын. Play Market'та, App Store'да да бар. Сіздерге главный осы ссылканы алып достарыңызға, таныстарыңызға жіберулеріңіз керек. Олар кіріп, приложение жүктеп алды ма, жүктеліп алғаннан кейін тіркеледі ғой, тіркелгеннен кейін сіздерге балл түседі. Міне мен бүгін дейтін 4700 единица қылдырып шығарып алдым. Одан бұрындарда шығарып алған кездер болды. Міне общий сонда 37.500 болған болып тұр ғой. Мен активқа шығардым. Айтпақшы, ақша шығару туралы айтайын. Бұрында дейтін бұл жақта Каспи бәрі болған болатын. Қазір алып тастады, қателеспесем. Қазір алып тастады. Қазір сіздер ақшаны тек қана единица қылдырып шығара аласыздар. Единица қылдырып активқа болсын, любой номерға шығарып аласыздар. Мысалға, қазіргі кезде егер ақшаны дейтін Каспиға шығарғыларыңыз келсе, единица қылдырып активқа болсын бір жаққа шығарып аласыздар. Содан кейін активтің сайтында ақшаны Каспиға анда-мында жіберуге болады. Интернеттен қарап білсеңіздер болады, барлығы бар. Билайнда да ол бүкіл неде бар, по идее, операторларда бар. Билайнға да шығарсаңыздар, оны сіздер Каспиға жібере аласыздар. Приложение туралы түсіндірдім деген ойдамын. Осылай адам шақыру арқылы ақша тапсаңыздар болады. Сілтемесін описанияға қалдырамын, кіріп достарыңыз шақырып ақша табыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.